әңгіменің төтесіне келейік. Жалпы өзі ұлттық идеология дегеніміз не? Енді ұлт дегеннің өзінің бір анықтамасы бар. Ұлт болу үшін халықтың саны болу керек, жері болу керек, тілі болу керек, салты болу керек, дәстүрі деген жаңағы өзі классикалық нелер бар ғой. Соған байланысты біздің енді қазақ елі қазір тәуелсіз әлемдік қауымдастықтың бір мүшесі Қазақстан Республикасы деген атауды иеленіп отыр. Енді ұлттық идеология деген, ұлттық идеология қандай болу керек деген, ұлттық идея, ұлттық идеология деген мәселе жөнінде осы 30 жылға тақау уақыттың ішінде аз жазылған жоқ, аз айтылған жоқ, көтерілмей қалған жоқ. Әркім әртүрлі ұсынысты айтады. Енді бірінші мемлекеттілікпен байланыстыратын болсақ, біздің ұлттық идеологиямыздың бастауында ол тәуелсіздік деген ұғым тұру керек. Ол айна қатесіз, ешқандай дау-дамайсыз бір ұстанатын бағдаршамымыз солай тәуелсіздік болу керек. Одан ары қарай әркім әртүрлі ұсыныстар бар. Идеология жалпы керек па? Идеология деген кеше кеңестік кезеңде көрдік, идеологияның несі қандай екенін, басал десе, шашал десе басалатын заманды болды деген нәрсені айтатындар да бар. Ол да құлаққа ептеп қонады, ондай жаңағы ұрандатып, қиқулататын кезең ондай заманнан өтті. Мен өзімнің ойымда былай топшылауымда қазіргі қазақтың ұлттық идеологиясы жаңағы тәуелсіздіктен бастау алатын болса, қалған жеріндегі тірлік ұлттық құндылықтар болу керек деп есептеймін. Ұлттық құндылықтар деген не нәрсе? Біз қазақ мемлекеті, яғни шекара сызығы деген бар. Шекара сызығы не үшін сызылады? Ол картаға белгілеп қоя салатын нәрсе ме? Жоқ, шекара сызығы картаға түскен кезде осы шекараның ішінде тұтас бір атаумен ел тұрады. Ол елдің өзінің тарихы бар, өзінің дәстүрі бар, өзінің салты бар, өзінің тілі бар, өзінің мәдени кеңістігі бар. Сондықтан да сол елдің шекарасы сондай ұғымменен сызылады. Мысалы, біз айталық Европаның кез келген бір еліне кіретін болсақ, Чехиядан ары қарай Германияға өтетін болсақ, болмаса Францияға өтетін болсақ, Чехияның территориясы біткен жерден Францияның территориясы басталған жерде біз Францияның мәдени кеңістігіне кіреміз. Яғни Францияның өмір тұрмысы, әлемі соған ішіне кіріп, сосын соның ұстанған ұстанымдарын, құндылықтарын біз мойындауға тиіспіз. Сол секілді Қазақстанға да қатысты. Сырттан келген болсын, ішімізде жүрген адам болсын, осы шекара сызығының ішіне кіргеннен кейін, ол осы елдің өзінің тиісті заңдарын, салтын, қалыбын, мәдени кеңістігін мойындауға тиісті. Егер осы Қазақстанмен өмірін байланыстырам дейтін адам болатын болса, ол соған қаласын, қаламасын сондай кеңістікте ол өмір сүруге тиіс. Біз кеше өзіңіз есіңізде бар, мен кезінде Жас алашта мақалада жаздым. Бір күнде екі ескерткіш ашылды. Бірі Алматыда Александр Сергеевич Пушкиннің ескерткіші, екінші Семейде Шәкәрім Құдайбердіұлының ескерткіші. Ақын қаралардың барлығы Пушкин ескерткішіне барды. Шәкәрімге ол кезде Алматыда, Алматыда астанамыз. Алматыдан Шәкәрімге барған адамның төбесі көрінбеді, былайша айтқанда. Сонда бір сұрақ қойып жаздым. Бізге кім көбірек керек? Жарайды, Пушкинге дау жоқ, талантты ақын. Ал енді Шәкәрім 40 жыл құдыққа тастап, атын ататпай аршып алып, ақтап, ардақтап атқан кездегі оған қойылған ескерткішке ешкімнің бармауы, осыны қалай түсіндіруге болады? Қалай түсінуге болады деген тұрғыда бір мақала жазып отырмын.
мына ұлттық идеология дегенімізде осындай нәрсе. Біз сырттан танылған жаңағы немен емес, өлшемдермен емес, өзіміздің ұлттық бізге Абай қымбат па? Биыл Абайдың 175 жылдығы деп жатырмыз ба? Абайды қалай ардақтасақ, қазақтың басқа да танымал тұлғаларын, тарихи тұлғаларымызды солай ардақтайтын. Ол жалпы Қазақстан халқы, 18 миллион халық білуі, тануы, олардың әлемін түсінуі, олардың біздің жаңа тарихи тұлғаларымыздың мұрасымен таныс болып, соны құрғанда аты жөнін біліп, осы кеңістікте, яғни мәдени кеңістікте өмір сүру деген нәрсе. Осыған біз қаншалықты үлес қосып жатырмыз, болмаса осы қағида басшылыққа алына бере ме? Ойланып қаласың. Бұндай жағдайда мысалы жаңа айтып жатырсыз ғой, біздің ұлт ретіндегі жеке құндылықтарымыз бар деп. Ал қарап отырсаңыз, мысалы біз құндылық деп танитын дүниелеріміздің көбі біздің көшпенді өмірімізге тиесілі екен. Мүмкін біз осы ұлттық идеологияны түбегейлі ұстап тұру үшін бәлкім көшпенділіктен ажырамай-ақ қоюымыз керек пе еді? Бұл енді орынды мәселе, негізі айтып отырғанымыз. Бірақ енді қазақтың қалыбы деген бар. Бұл жаңа көшпендік өмірменен байланыстыра қараймыз оған. Біз отырықшы елге айналдық, аграрлы индустриялы мемлекетке айналдық, урбанизация үдерісі жүріп жатыр, қазақтардың қалаға келуі көбейді. Енді осындай жағдайда артқа қайтпайды. Сіз айтып отырған көшпелі өмірдің, ол енді ауылда мал ұстап отырған, тіршілік жаңағы төрт түлікпенен тіршілігі бар адамдардың ғана санасында, өмірінде, салтында, тұрмысында сол жерде ғана сақталып қалады. Ауыл, алтын бесік дейтініміз сол. Ауыл бізді тілден ажыратпай тұрған негізгі тетік ауыл. Енді ауылда ешкім тұрғысы келмейді. Көп жастар қазір қалаға айтыр, арба айдасам да қалада жүрейін деген нәрсеге қарай кетіп қалды. Демек, біздің мына өзіміздің қалымыздан ажырау мәселесі жүріп жатыр. Енді қалаға келдік, қалаға келгеннен кейін қалада қазақ баласы сіздің жаңағы анау жастайыңыздан көріп өскен ер тоқым, үзеңгі, жаңағы ауыздық, тартпа, өмілдірік, құйысқан деген сияқты мына біздің енді ауыз әдебиетінде тұнып тұрған бұндай сөздің барлығы. Тіпті жай ғана домбыраның тиегі деген сөзді, қаланың баласы ұғымы, түсінігі танып біле алмайды. Көп жағдайда біз мына жас балаларымыз қазір қазақ тіліне неге шорқақ, неге сөйлей алмайды, неге білмейді қазақша дейміз ғой. Осының бәрі мына түп қайнардан ажырағанның бір салдары. Ол Абай айтып отырған, жырлап отырған жаңағы сөздің ішінде кездесетін қазақтың байырғы тұрмыстық заттардың атауларын қазіргі бала білмейді. Білмегеннен кейін оны көрген жоқ, оның түсінігінде, ұғымында жоқ. Сосын оның аясы тар болады, түсінігі тар болады. Міне бұдан шығатын жол, жаңағы енді ұлттық құндылықтардың ішіне, бұлар ұлттық құндылықтар дегенде біз адамдық, адамзаттық құндылықтар басында негізге алына отырып, қазақ ұлты сол құндылықтарды қабыл. Құранда да жазылған, Библияда да жазылған құндылықтарды Совет өкіметі адам адамға бауыр дос деп әлгі коммунизмнің моральдық кодексі деген содан алып шығарды. Бізге мына тәуелсіз қазақ еліне де сондай бір өзіміздің ортақ құндылық, ұлтына, ұлысына, жынысына, дініне, салтына, тұрмысына, көзқарасына қарамастан Қазақстан азаматтарының үйістіратын ұлттық ұстанымдар қандай болу керек дегенде, ол жаңа бірінші айттым, тәуелсіздігіміз, одан кейінгі нәрселер не? Отбасы құндылығы, мемлекет құрметтеу құндылығы, тіліңізді, салтыңызды, дәстүріңізді құрметтеу құндылығы, жаңа бұл мәдени кеңістік деп отырған нәрсем. Осындай мына адам өлтірме, қиянат жасама, енді арқа нешелер келеді.
жаңа шыншыл бол, өтірік айтпа, енді деген абайдың жаңа өтірік өсек мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ деген сияқты нәрселерді тұжырымдалып, ол құндылықтарға айналып, қағидат ретінде беку керек. Біз соны ұстануымыз керек. Оның ішіндегі ең басты жаңа тәуелсіздіктің басты құндылықтарының біреуі болу керек. Не? Әділдік. Әділдік принципі болмайынша арғы бергі тарихтағы қоғамды қараңыз. Әділдік, әділеттілік қағидатынан айныған жерде барлығы бұзылады. Міне біз сондай таза қоғам, таза мемлекет, таза бір кәдімгі құрылым жасайтын болсақ, оның негізгі бастында жаңа тәуелсіздік тұру керек, одан кейін әділдік қағидаты тұру. Абай да тектен тек айтып кеткен жоқ. Әділет, әділет, әділетсіз дүниенің барлығының мына несі түймелері үзіліп қалады деген нәрсе. Мысалы, біз Алаш үкіметі, Алаш орда, Алаш идеясы деген ұғымдарды жиі айтамыз. Мысалы, шынымен де Алаш идеясы мінсіз беді. Ол біздің қазақтың егер сол заманда тәуелсіздік ала қалғанда Алаш идеясы қазақтың ұлттық идеологиясы болатын деңгейде болды ма? Енді Алаш азаматтары болсын, сол кездегі мына советтің жолын таңдаған, қолдаған азаматтар болсын, барлығына қалай дегенде қазақты жақсы өмір сүруге болады, қазақ халқы қалай жаңағы шуаққа жетеді деген нәрсенің төңірегінде айтысты, тартысты, жауласты, жағадан ұстасты, идеологиялық көзқарастан неге келмеді. Біз енді Алашты неге басымдық береміз Алашқа? Алаштың ұстанымдарының барлығы да ол қазаққа ең жақын нәрселер. Олар әлемдегі сол кездегі дамудың үрдісін бәрін көрді. Неге барлығы соның көбісі мына ұсталған атылған азаматтардың болып жетті? Жапонияны тыңшысы деген айып тағылды. Олар Жапонның өмір мына сүру қағидатын, ұлттық қалыбын сол неге басшылық алғысы келді. Жапон қоғамы біздің қазақтың табиғатына келетін. Олар да осы тарихы болсын, өмір салты болсын, біздің қазаққа бір табан жақын болғандығынан Жапонияны таңдады. Олар ұлттық мемлекет құрудың қазірге дейін Жапония әлемде өзі ұлттық мемлекеттер көп емес. Таза ұлттық мемлекет деп аталатын, соның ішіндегі маңдай жарқырап тұрған Жапония. Қазірдің өзінде. Анау өткен ғасырдың бас кезінде, ол кезде де сол олардың Жапонияның жасап атқан тірліктері біздің Алаш қайраткерлерінің кез келгенін көңілінен шықты, сосын кейін сол Жапонияның өздеріне үлгі жасады, үлгі тұтты. Біз осы жерде бір нәрсені айтқым келеді. Абай мына 20 ғасырға қазақтар дайындаған адам, даярлаған адам. Ол кәсіби игеруді, өнер табуды, мына бәсекелес өмір сүріп, нарықтық жолмен даму деген нәрселердің жобасын Абай болжап көрді да, соған қарай жастарды оқуға, көз ашық болуға, сауатты болуға, соған қарай үндеді. Енді Алаш қайраткерлері Абайдың таза шәкірттері және сол Абай идеясын жүзеге асыруға бірден бір білексіз барып кіріскен үлкен шоғырлы топ еді. Қазақ оқығандары деген болды. Қазақ оқығандары 3000-дай адам. Сол қазақтың жер-жерінде, түкпір-түкпірінде сол осы Абай, Алаш, яғни қазақтық деп айтайық, жалпақ тіл маңызы, қазақ идеясы, қазақ болу идеясы осы бастап алды. Бірақ өмір қысқа болды Алаш қайраткерлері. Олардың неге біз мінекей 100 жыл өтіп кетсе де Алашты ардақтап отырмыз? Қызылды ардақтайсыз ба қазір? Кеңес советтік жауды жақтайтын адам қанша? Алаштың жақын болатыны ұлттық дүниетанымымызға, қалыбымызға, олардың жасаған дүниелерде, сосын ұстанған бағыт бағдары да өте қолайлы келгендігін айту керек. Ол қатесіз, айнымас, түзу. Абай жол деп Мұхтар Әуезов романының атын неге қойды деп ойландым.
барсаң Абайдың бақыты, Абайдың жұлдызы, Абайдың жұмбағы деп те қоя беруге болады. Абай жолы деп тұтас роман эпопеяны қою арқылы жаңа өзіңіз айтып отырған көшпенді өмірдің бүкіл заңы, салты, басқа нәрселер ұмытылмайтын жол, сақтайтын жолың, жүретін жолың, қазақтың жолы, ол Абайдың жолы деп қойып кеткен секілді. Сондықтан әбден қисынға келеді. Иә, ұлттық идеология деген ол жаңағы Абай жолы. Ұлттық мұрат деген ол идеологияның ішінде енді мұраттар шығады. Мұрат деген не? Біздің мұратың асыл болсын деп жатады қазақ. Асыл мұраттарымыздың санатына мен өзім қосатын нәрсем, қазіргідей мынандай жаһандану заманында бізде екі нәрсені есте көбірек ұстау керек. Біреуі тірі қалу, пандемия жағдайы болсын, жаһандану жағдайы болсын. Тірі қалу, тірі жүру, тірі өмір сүруді әр қазақтың баласы дүниеге келгеннен кейін осы тірі болу. Екінші көбею. Одан басқа біздің мына үлкен мұхиттың толқынының астында қалып қоямыз біз. Жаһанданудың жаңағы жойқын нөпірі таптап өтіп кетіп қалады. Бізге осы екі амал жасау керек. Ол екі амалға жету үшін енді мұраттарды осыған қатысты. Ол денсаулық бізде мұрат болу керек. Денсаулық басты мұрат болу керек. Денсаулығын қазақ сақтау керек. Өзін өзі сақтау керек. Біз осыған қатты мен жақында мына Алмас Шарман деген Төрегел Шарманның ұлы орыс тілінде жазған кітабын беріп жүрді. Аударып қазаққа аударатын кітап. Өте керек кітап. Мына денсаулықты сақтаудың бүкіл әлемдік тәжірибелерін мысалға ала отырып, қазаққа қазір не керек екендігін жаңағы жіліктеп жазып беріпті да, өте риза болдым. Міне, бірінші денсаулықтың мәселесі. Екінші, бұл білім, сауат. Онсыз надандықпен Абайда күресіп өткен білесіз. Надандықтың дүниеге жүзінде халықтардың кез келген өкіліне тигізетін зардабын білесіз. Надандықтан арылу керек. Надандықтан арылу үшін көзі ашық, сауатты болу керек. Мен жақында ғана депутатты сауал көтердім үкімет басшысына. Кітап оқудан қалдық қазір біздің қазақ. Сіз оқымағаннан кейін Дидро деген данышпан айтқан, оқымаған адам ойлауды да қояды. Ойсыздар мен мәдениетсіз адам мисіз еді. Миссіздарды көбейткеннен еш мемлекет опа таппайды. Біз совет заманында әйтеуір жақсылы жаманды баласын оқытуға құштар болды ата-ана. Анау Ақпатшаның заманынан жалпы басында көнбей оқуға еріксіз жорлағандай болып барып көргеннен кейін, оқу білімнің артықшылығын көргеннен кейін, қазақ кешегі советтік кеңесте білімге жаппай ұмтылыс жасады. Соның арқасында әр салада білікті мамандар, көзі ашық, сауатты адамдар қалыптасты. Біз осыны сақтап қалуымыз керек. Бұл ұлтқа қызмет етудің бір жолында білімді болу, сауатты болу, көзі ашық болу. Түркия тәуелсіздігінің 10 жылдығында Ататүріктің айтатыны бар, түрік болып өмір сүру қандай бақыт деп. Ал біз неге қазақ болып өмір сүру қандай бақыт деп айтатындай жағдайымыз бар, неге біз соны айта алмаймыз? Бұл да идеологиямыздың бір кемшін тұсы ғой деп ойлаймын мен. Иә, бұл енді біз нарық осы тәуелсіздіктің алғашқы таңы атқанда нарық бәрін реттейді деген ұғым болды. Идеологияның ешқандай қажеті жоқ. Бұл идеология өткеннің сарқыншағы бізді өзімен өзі нарық реттейді деген. Әрине, нарық егер кәдімгі классикалық үлгідегі бүкіл қисын қағидаларыменен келгенде қазақ қауымына бәлкім солай да болар еді. Кім мықты? Нарық деген қалай? Кім мықты? Кім
күшті, кім қабілетті, кім бәсекеге төтеп бара алады, сол адам шығатын нәрсе ғой орта нарық деген солай. Сұрыпталудың ең алтын ортасы деп айтатын нәрсе салық. Өкінішке орай біздің нарық қандай болды? Біздің нарық ол ондай үлгідегі нарық болған жоқ. Мүмкін біздің басындағы әуелі экономика деген ұстанымымыз қате болған шығар. Жоқ, экономиканың мен өзім қате деп айтпаймын, өйткені экономика мәселелерімен мен көбірек айналыстым. Сол кезде Егемен Қазақстанда экономика бөлімінде редактор болдым, одан кейін бас редактордың орынбасары болдым. Әлеуметтің жағдайы экономикасыз мына нарық тәуелсіздікті біз ол кезде шашылып қалатын едік. Бәлкім мына Әзербайжанда Елшеви деген президент болды. Тарап кете жаздады сол кезде. Әзербайжан жұлым болды. Анау Армян, Әзербайжан кикілжіңінен қаншама территориясынан айырылып қалды. Әлі күнге дейін қайтара алмай отыр. Біз ол тұрғыдан алған кезде енді тарихқа әрине сарапшылар, саясаттанушылар баға берер, бірақ мен жеке ойым экономиканың алға шыққандан біз ұтылған жоқпыз. Бірақ идеология, яғни онымен қатар жүру керек. Мысалы, рухани жаңғыру туралы жаңа елбасымыздың мақаласы осы қанша жыл болды? 4 жыл болды. 4 жыл бұрын шықты. Ол сол кезде сондай мақала болғанда біз бәлкім мына көп халықтан ажырамаған болар едік деп ойлаймын. Өзім жеке ойым. Әлде де кеш емес. Әлде де кеш емес. Еш жиюға болады. Еш жиюға болады. Көп нәрсені біз мына енді тәуелсіздіктің 30 жылда болады келесі жылы. Біз көп нәрсеге кәдімгі баға беруіміз керек. Қателіктерден сабақ алу керек. Олқылықтардың орнын толтыру керек. Онсыз болмайды. Онсыз болмайды. Мысалы, не біздің эфиріміз, біздің ақпарат әлеміміз әлі күнге дейін көп жағдайда көрші елдердің өнімдеріне пайдалы, болмаса соларды көшіріп пайдаланушы. Бәлкім бұл біздің мемлекеттің жаңағы діңгек қылып алатындай бір ұлттық идеологиясы болмағаннан кейін біз шет елге жалтақтап отырған шығармыз мүмкін. Енді бұнда фактор көп. Бұнда құлдық сана да бар, жаңағы әлсіздік те бар, шарасыздық та бар. Көп бұның нелері. Бірақ ол сондайлар бар екен біз деп отыра беретін болсақ тағы не болады? Анау шетелдің қаңсығы бізге қашан таңсық болады деп айтқанменен біз одан шығатын амал жасамасақ қалай болады? Мысалы, ақпарат кеңістігіңізде сіздің мысалы осы жазда мына іссапарменен Нарынқол ауданына бардым, Алматы облысына. Ең шеткі шалғайдағы шекаралық аудан. Ұялы телефоныма Қытайға қош келдіңіз деген жазушы бар. Сонда біз қаншалықты қорғап тұрмыз өзіміздің ақпарат кеңістігімізді. Жай ғана. Сол сізге, маған, болмаса басқа кез келген сол жерге барған адамның ұялы телефоныңызға сондай жазудың шығып тұрғаны көңіліңізге бір қоштық бере ме? Адамның жүрегін тіліп тастағандай нәрсе ғой. Міне, сол біздің мына цифрландыру мамандары, қазір цифрлы Қазақстан деп жатырмыз ғой. Осындай нәрсенің барлығына кәдімгі намыстанып тұрып жұмыс істеу керек. Ал ұлттық идеологияңыздың ең өзегі ұлттық намыс. Қазақты қорсанау, қазақты менсінбеу, қазақтың өмірін менсінбеу, місе тұтпау қазақтың тарихын. Ол біздің қазір жиі кездестіретін нәрсе. Байыған қазақтардың көбісі қазақ болғысы келмей қалады. Қазақ болып өмір сүргісі. Қазақ болған бір артта қалғандық деген бір ұғымдар бар. Баласын орыс мектебіне беріп жатқан қазақты қалай түсіндіресіз? Тәу міне 30 жылда биыл толып кетті. Оны қалай түсіндіреміз? Неге аяқ астынан бұлар безініп жатыр қазақтан? Яғни қазақтың өмірі ол қор өмір сияқты. Қазақтың өмірі қазақ болу бір бейшара болған сияқты түсініктер бар. Оны намыспен ғана алып шығарамыз. Намыс болмаған жерде ол қор болғаның да сондай нәрсе сол қалыпта қала береміз.
Ал мысалы келесі жылы тәуелсіздіктің 30 жылдығы болады. Бұл енді кешегі елбасының мәңгілік ел идеясымен қарасаңыз, бұл қас қаққандай ғана уақыт. Егер біз мәңгілік елді өлшеммен алатын болсақ, ал бір адамның ғұмырымен өлшейтін болсақ, бұл уже бір адамның өмірі 30-ға келді. Ал осы 30 жылдың ішінде біз нақты бір байламға келіп, жаңағы тәуелсіздіктен басқа біз тәуелсіздік алдық деп марқая бермей, керісінше біздің ұлттық идеологиямыздың, біздің басты ұстанымымыз осы болу керек дейтіндей бір нәрсенің қолға ұстауға, көзбен көруге жарамай тұру не себеп? Енді мысалы, егер тәуелсіздік алатын болсақ, кез келген тәуелсіздік алған мемлекет өзінің ұлттық идеологиясының түп негізін тәуелсіздік деп айта беруші еді ғой. Мысалы, келесі жылы Моңғолияның тәуелсіздік алғанына 100 жыл болады, 21-ші жылы. Олар ұлттық идеологиямыздың өзегі тәуелсіздік деп отырған жоқ, оларда ұлттық идеологияның негізі басқа. Біз неге сондай бір басқа, тәуелсіздіктен басқа бір нәрсені неге біз ұстай алмай отырмыз ұлттық идеология ретінде? Біз енді отарлаудың өте бір жойқын кезеңдерінен өткен елміз. Біздің Моңғолияда ондай отарлаудың несі болған жоқ. Басқа да әлемдегі елдердің тарихына қарасаңыз, мысалы ағылшынның отарланған Үндістанына қазір қандай болды? Францияның отарлаған Африкадағы елдер қазір қандай жағдайда? Сондықтан бұл жерде мына отарлаудың, отаршылдықтың зардабы әлі күнге дейін біздің санамызда тұр. Сол себептен біз мына тәуелсіздікті негізгі темірқазығы ретінде ұстанатын себебіміз де сол. Тәуелсіздіктен айырылу, бәрінен айырылу. Оны біз айтып, жазып, әлгі бір қадірін кетіріп алған сияқты болып көрінеміз кей жағдайда. Бірақ бәрібір айналып келген кезде тәуелсіздіксіз біздің ештеңеміз жоқ. Осыны түсіну керек. Уақытпен келеді. Уақытпен келеді. Одан да өтеміз. Ол тәуелсіздікті күн сайын айтпайтын да уақыт болады. Елбасының бір айтқан сөзі бар. Тәуелсіздікті күн сайын, сағат сайын, сәт сайын шегелеп бекіту керек деген. Біз бекіту кезеңінде жүрміз қазір. Біз бекіту, енді жаңа адамның өмірімен алатын болсаңыз, еңбектедіңіз, тәй тұрдыңыз, қадам бастыңыз, азамат болдыңыз, енді оның соңыңыз таныдыңыз, қазір 30-дағы жігіттің жағдайына келдік дейікші, бір адамның өмірі дегенде де, сол өмірдің әр жылы оңай болған жоқ. Алды да оңай болмайды. Алды да оңай болмайды. Сіз дұшман қайда, жау қайда? Оны айыру керек. Қазақтың бірлігі, ішкі бірлігі, ақылға бірлігі, оны салмақтау керек, таразылау керек. Неден ұтылыстау отырмыз? Неден ұтамыз? Қай жерден шығамыз? Қай жерден жарып шығуға мүмкіндігіміз болады? Ми не үшін жұмыс істеу керек? Қай бағытта жұмыс істеу керек? Миымыз, ақылымыз. Оған ойлану керек. Біз бүгінгі бір күндік арзан табыс тапқанға, бір жағдайды жөндегенге мәз болып қана қала бермеу керек. Тәуелсіздік деген нәрсенің оны жалпы ұлттың қимас, айнымас бір үлкен асылы. Ал ар жағы енді сол мемлекет, менің бір Ахмет Әлияз деген дос бауыр інім бар. Сол айтады, ана Жұман Молдағалиевтің мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген деген өлең бар ғой, әйгілі. Соны күн сайын өйтіп оқи беруге болмайды ғой сіздерге дейді. Неге десем, ол адамды мына неге әкеледі дейді, шарасыздыққа әкеледі. Өткенмен өмір сүру. Дұрыс па? Сон мына президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың әлгі саяси құрбандарды, жазықсыз құрбандарды ақтау жөнінде комиссия құру туралы жарлық шықты ғой. Соған мен қуандым. Біз мына тәуелсіздік алғалы бері арылу деген нәрсе болады. Покаяние дейді орыстар. Өткенге салауат деп айтайық қазақша айтқанда. Біз соны жасауымыз керек. Осы комиссияның қорытындысы бойынша бүкіл жаңағы жазықсыз атылған, зорланған, қуданған, құрбан болғандардың, оның ішінде бірінші кезекте анау қазақтың
дін ұстаған адамдар болды, молдалар, қалбелер, одан кейін байлар кетті. Одан кейін барып, мына 37-ші, 36-ші ашаршылық бір өтіп алды. Сосын барып оқығандарға, зиялыларға, ат үстінде жүрген азаматтарға келді. Солақай саясаттың да кесірі болды, барлығын білеміз. Ақталғандары бар, ақталмағандар өте көп. Кезінде есіңізде болса, созақ көтерілісі, анау адай көтерілісі, әр жерде көтерілістер болған совет үкіметіне қарсыда. Сол кезде сотсыз, сұраусыз талайын атып, бандит деп, басмаш деп қаншасы адам айтты. Олардың көбісі ақталған жоқ. Олар ақталуға тиіс. Солар бәрі ақталып болғаннан кейін, комиссия жұмысын тұжырып өткеннен кейін, жалпы біз өткенге салауат айтуымыз керек. Өткен тарих осымен өтті. Біз қазақтың жаңа тарихын бастаймыз. Жаңа елміз, жаңа тұрпатты мемлекетпіз деген ұғымға келіп тоқтап, біз өткенге артқа қарайлай бермей, кей жағдайда өзіңіз жақсы білесіз, мысалы жаңа тарихымыз анандай, біз ана күшті елміз болған, ата бабамыз батыр болған, шешен болған, би болған. Шешендік қайда қазір? Билік қайда қазір? Батырлық қайда қазір? Сол ұрпақтарымыз ғой біздер, сол адамдар. Неден көрінеді? Міне, осындай мәселе көп. Олардың барлығын жүйелі түрде шешудің жолдарын іздестіру, ол сол жаңа ұлттық идеологияға бір қызмет етудің бір амалдары деп айтуға болады. Мысалы, біз жаңа өзіңіз айтып отырсыз, отарлаудың енді ең сорақы тепкісін көрген ұлтпыз. Қазір көбіміз жалтақ болып қалдық. Жаңағы балам орысша білмесе мектепке алмай қоя ма деп жалтақтаймыз. Ана сатушы орысша сөйлемесем саудасын дұрыс істемей қоя ма деп жалтақтаймыз. Бәлкім біздің осы ұлттық идеологияны бірдеңені ұлттық идеологияға темір қазық ете алмай жүруіміздің өзі осы жалтақтығымыздан емес па? Бәрі бар. Айттым ғой, бұның ішінде жаңа отарлау жүйесінің салдары, ол әлгі еттен де, сүйектен де өтіп кеткен санамызға. Біздің ішімізде тұр оның бар. Ол Мұса пайғамбардың жаңа 40 жыл өзінің құлдарын ертіп, соңғы құл өлгенше құмды кешіп, сосын соңғы құл өлгеннен кейін барып өз мемлекетін құратын мысалын жақсы білесіз ғой. Сол секілді соңғы құлдар әлі бар. Соңғы құлдар жүр. Соңғы құлдар күшейген кей жағдайда. Өлгісі келмейді ол құлдар. Сондай жағдайда не істейсіз? Үлкен күрес қой, майдан. Қазақтың ішкі әлемінде қазір бәсекеге қабілетті болу деген, өзге жұртпен жарысу дегенді бізде Ахмет Байтұрсынов айтқан кезінде, біз өзге жұртпен, ұлттармен, халықтармен жарысу деген нәрсені білмейміз. Жарыссақ өзіміздің ішімізде атымыз озып келсе, атым озды деп қуанамыз, балуанымыз шықса, балуанымыз шықты деп қуанамыз. Қазақ өз ішінде ғана отырған жарысы деп. Соны айтқан еді. Біз енді жұртпен жарыс, жұрттың баласымен жарысатын әлемдегі неге шығуымыз керек деген нәрсені айтқан Ахмет Байтұрсынов. Біз енді сол қазір өз ішімізде де жарыс бар. Әлемдік жарысқа да қазір шығып жатырмыз. Құдайға шүкір. Бір нәрсені айту керек. Біз тәуелсіздікті неге айтамыз? Тәуелсіздік бізге есік ашып отыр, бізге мүмкіндік беріп отыр. Бізді еңсеміз тіктеп, осы мемлекеттің қожайыны, иесі қазақ халқы деген ұғым орнықты қазір. Біз қырылып кете жатық қой. Біз жоқ болып кетуіміз де мүмкін еді ғой. Жоңғарлар қайда? Ойраттар қайда? Қалмақтар қайда? Енді мына Ресейдегі шамалы тобы ғана қалды. Қалған кешегі тітіреткен мемлекеттер қайда? Қазақ содан артық пе? Жаратушының қалауыменен қазақ осы ғажап территорияны иемденіп, мемлекеттің иесі болып, сол мемлекетке атауын беріп, солай жасап отыр. Сондықтан біз көп жағдайда еңсе түсіре бермеу керек. Басқаша қарау керек. Біз енді құл емеспіз. Біз сорлы емеспіз.
Біз ешкімнен кем емеспіз деген кітап жазған кезінде 2000 жылда. Неге? Рухты дұрыстап алу керек. Бағдар дұрыс болу керек. Ой сана дұрыс болу керек. Мен қазақтың баласымын деген ұғымға сай болуға тырысу керек. Сен қазақтың баласы болатын болсаң, сен онда кімсің? Айтқан сөзіңе жауапты, сөзіңде тұратын жігіт болуың керек. Сен қазақтың баласы болатын болсаң, сен істеген ісіңде не нәрсе жасасаң сапалы жасайтын қазақ болуың керек. Міне бір қазақтың жасаған дүниесі дейтін сөзге келтірмеу керек. Мен қазақтың баласымын деген кезде сен ата бабаңды ұстап сөзге шешен бол. Батырлық көрсететін жерде батыр бол. Қайрат көрсететін жерде қайрат көрсет. Айбат көрсететін жерде айбат көрсет. Кім қойды тұр? Осы елдің иесі қазақ. Қазақтың баласы. Міне осындай бағдар алу керек. Сол кезде ғана бізде жігер пайда болады. Жігер мен намыс қатар жүрген жерде кез келген нәрсені жапырып алып кете береді. Адамның мына рухында тұр бар нәрсе. Ол идеология дейсің ба, демейсің ба, рух. Яғни рухы дұрыс ел ат төбеліндей ғана болса да, 10 мың адам болса да, өзінің есесін ешкімге жібермейді. Ұлттық намысын ешкімге таптатпайды. Тобыр боп, топтанып, қара-қарға қысап жүре беруге де болады көбейіп. Саналы қазақ болу керек. Сапалы қазақ болу керек. Сол кезде біздің жыртылған жаттығымыз жамалады, кем-кетігіміз бүтінделеді, жүре бітеді. Әлі де көп жағдайда біздің азаматтардың кейде бойында салысуға кетушілік. Екі қолды кәдімгі сілтеп қош маған ғана қарап қалды ма деген нәрселер, уайымға түсіп кетушілік, сар уайымға түсіп бар болып айту керек. Ол абайдың айтады, өмір үнемі күлмей өмір сүре аласың ба? Болмаса үнемі уайымға батып өмір сүре аласың ба? Ол уайымға салды, уайымсыздығыңа уайым етте орындық іс тауып қарекет ет дейді. Абай. Біз абай жолымен жүруіміз керек. Абайдың айтқанымен істеуіміз керек. Абайдың көрсеткен жаңағы нұсқауымен жүріп, соның бағдарын ұстанатын болсақ, еш уақытта қателеспейміз. Ал абай жол, бағана сөз ортасында айттық, қазақтың жолы. Қазақ болу. Қазақ болу деген ол қазақ танудан басталады. Қазақ өзіңді өзің тануың керек. Нең бар, нең жоқ. Сен кеше кім едің, бүгін кімсің, ертең кім боласың? Қайда барасың? Қалай боласың? Бұндай сұрақтар ұйықтатпайды кейде мен. Жауабын таппай қаласың. Дағдарып та кетесің кейде. Ал соның бәрінде біз өзімізді, өз тарихымызбен, өз мәдениетімізбен, өз біліктілігімізбен, өз намысымызбен, өз жігерімізбен ғана осыларда. Мына жақында Бенджамин Франклин деген кісі Америкада біледі, елдің барлығы. Соның 13 қағидаты бар екен өмірінде ұстанған. Соны оқыдым. Франклин өлгеннен кейін бүкіл Америка жұртшылығы сол 13 қағидатты ұстануға тырысқан. Жалпы біз американ образ дейміз ғой, өмір сүру қағидасы, бет бейнесі. Сол Франклиннің несінен шыққан. Франклин негізі ақш-тың президенті болмады, Пенсильванияның ғана несі болған ғой. Бірақ ол жаңа тәуелсіздік декларациясын қабылдаған алғашқы адам болғаннан кейін, оның үлкен құрметке ие. Рей Далио деген бір кісінің кітабын оқи бастадым қазір. Мына принципі деп аталады, қағидаттар деген. Өзі мультимиллионер, бірақ 12 жасынан бастап орта шаруада, семьяда өскен, бірақ тіршіліктің өмірінде қиындығын көрген, қалай шыққан, қалай жетілген, қалай өмір. Өзіме дейді, белгілі бір қағидаларды басшылыққа ұстаным ретінде алдым дейді. Соны қолданумен, сол арқылы осындай жетістікке жеттім деп, сол қағидаларын жазыпты. Соның ішінде әділдік, соның ішінде сапа, соның ішінде ешкімнің ақысын жемеу, қиянат жасамау. Мына смиренность дейді, Франклинде де бар, жаратушының барлығына, бірлігіне мойынсыну, сосын ары қарай өзің адам ретінде. Көп 13 қағидат деген нәрсе дегенде маған қатты ұнады.
мына кісінің де жазған жазбаларында алатын нәрселер көп. Біз ой жарысына түсу керек. Көп оқу керек. Оқығанды өмірде пайдалану керек. Тоқу керек деген бар ғой, сол сияқты нәрсе. Сонда ғана әлемде не болып жатыр? Жалпақ әлем дүниеде не болып жатыр? Қазақ қай жерде жүр? Білуге болады. Қамшы салатын кезің қай кез? Намысқа тырысатын кезің қай кез? Алға ұмтылатын кезің. Барлығы сол өзі жеке адамның танымы, білігі, түсінігі, қабілет қарымына байланысты болады. Топ боп, тобыр боп, Абайдың айтатыны бар, жөнге салды. Көпте еш жоқ. Мысалы, осыда 5 жыл бұрын Путин қазақ деген мемлекет болмаған деген әңгіме айтты. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Осыдан бір 7 ай бұрын Путин бір сөзінде айтады, қазақтар, хазарлар біздің арғы бабаларымыз дейді. 5 жылдан кейін оның көзқарасы өзгеріп отыр. Кеше ғана мемлекет жоқ деп отырған адам, енді мына жерге келіп, олар біздің ата-бабаларымыз деп отыр. Ал біз осындай жаңағы әлемдік тұлғалардың сөздерін пайдалануымызға болады ғой. Мысалы, Путин айтып отыр ма? Болды, біз ана кешегі тарихты қайтадан жөндеп жазуға мүмкіндігіміз бар ғой. Мысалы, біз жақсы білеміз, кеңес үкіметі тұсында біздің әсіресе қазақтардың тарихы түбегейлі қате жазылғанын, өзгертіп, өздерінен ыңғайлап жазып алған жақсы білеміз. Біз осындай мүмкіндіктерді пайдаланып қалуға не кедергі? Мысалы, тарихшыларымыз, болмаса жаңағы әдебиетшілеріміз. Енді қазақтың тарихы келте жазылғаны, қаншама сөз білеуден өткені барлығы белгілі. Кеше отарлау кезінде де, кеңес кезінде де ол өз тарихыңызды өзіңізге өз қолыңызбен жазуға мүмкіндік берген жоқ. Ана Кенесары туралы, хандар тарихы туралы жазған адамдардың, Бекмахановтардың тағдыры қандай болғанын жақсы білесіз. Мына Алаш институты деген бар Алматыда. Солар Талас Омарбеков деген ғалым кісі бар, соның айтқан сөзі есімде қалыпты. Ол кісі айтады, қазақ тарихын білу үшін, жазу үшін біз қазақты құраған ел тайпалардың тарихын түзіп алуымыз керек. Қазақты құраған халық ішінде біздің рулы тайпалық жүйе бойынша алған кезде бір рулы елдердің қазақ болып бірігіп, қазақ деген ел боламыз, тіліміз бір болады, салтымыз мынандай болады, дәстүріміз мынандай болады деп 555 жыл бұрын қазақ деген халықты тарих сахнасына алып келген Керей мен Жәнібектің тұсынан бері қарай біз аталамыз ресми түрде. Дұрыс қой? Біз қазақ деген ел болдық деп сол кезде әйгіледі. Енді қазақты ел болдық дегенде соның құрамына кірген, яғни қазақ халқын құраған тайпалардың, одақтардың тарихын түзіп алу деген, ол сол қазақ тарихын жасауға жақындататын бір жолдар. Ол институт қазір көп жұмыс жасады, көптеген зерттеу кітаптарды шығарды, том-том, оның барлығы өте бір игілікті шаруа. Енді саясаткерлер әр нәрсені айта береді. Бірақ қазақ тарихы біз енді биыл мына пандемияға байланысты аталмай қалды, бірақ ұлық ұлыстың 750 жылдығы деген мәселе. Әлде де Шыңғыс хан туралы өзіңіз білесіз, дау көп. Бірақ енді оның бел баласы тұңғыш ұлы Жошы хан қазақ мемлекеттілігінің негізін қалаған, соның қалдырған территориясындағы біз ел екеніміз белгілі ғой, ешкім жасыра да алмайды, жаба да алмайды, жоққа шығара да алмайды. Сондықтан өз тарихымызда сондай бір атаулы даталармен байланыстыра қарастырып тереңдете бергеннен одан ешқандай да зиян келмейді. Ал енді тарихшылар, әдебиетшілер әрине жұмыс жасау керек. Ол енді ізденсе де, жасаса да, айтса да ешкім қолдан қағып жатқан жоқ қой. Қазір барлық мүмкіндіктер бар, ол өздері жауап береді.
Алып қосарыңыз. Осыны айтсам. Ел аман болсын. Енді мынау өте бір қиын кезеңге келіп жатырмыз. Бұл сынақ бір жағы. Біз қаншалықты деніміз сау ұлтпыз деген сұрақтың жауабын табуға болады. Пандемияның кезінде ішкі ағзамыз, рухымыз әлсіреген жағдайда тез беріліп кетеміз. Кез келген бұл келген міндетке ғана емес. Ішкі адамның ішкі дүниесі, ішкі әлемі, жан әлемі ол дұрыс болмаса, көп нәрседен безініп те кетуге болады, басқа да нәрселер болады. Сол қазақ деген ат, қазақ деген дүниеге қазақ болып келгенге мақтанатын, шүкіршілік айтатын, қазақ болып өмір сүргенге дәтке қуат көретін соны. Қазақ болып болашақта өмір сүріп, мәңгілік ел дегендей қазақтың ғұмырының мәңгілік болуы бәріміз үшін бір мархабатты тірлік қой. Сондай күндерге жақындай берсек, жемісін көрсек, ішінде болсақ, нәтижесін бір шетінен болса да қарап жүрсек, соның өзі де үлкен нәрсе әрбір келген қазаққа дүниеге. Еліміз аман болсын деймін. Ел аман болсын, аман ертең ат шығар деп, амандық әйтеуір жеткізеді. Тәуелсіздік, тағы да қайталап айтқым келеді, ол біздің айнымас асыл қағидамыз, асыл мұратымыз болып тұру керек. Әр қазақ сезіну керек, тәуелсіз деген нәрсені сезіну керек, еліміз деген нәрсені сезіну керек, қазақ ел деген нәрсені сезіну керек. Сол кезде бастап мен осы мемлекеттің иесі, қазақтың баласы, бәріне де жауаптымын деген ұғым шығады. Жауапкершілік деген ұғым шығады. Сол кезде ұлттың еңсесі көтеріледі, тізесі қайтып бүгілмейді, жалтақтамайды. Жалтақтамайтын жақсы күндер көп болсын.